Егер де Алланы танымайтын білімсіздер, мысалы, діннен бейхабарлар, ақиқатты тани бермейтіндер, дүниеге келудегі түпкі мақсатын білмейтіндер, тәрбие не, тәлім не екенін білмейтіндер келіп, жаңағы Рахманның құлдарына сөз қозғап, қалғалай деп қалса, қалу сәлама, сәлем. Ілемейсің бұл адамдарды, түсін бе? Проблемаға ілемейсің. Ілінбейді. Сәлем. Алла тағала осы аятты не үшін түсіндіріп айтып отыр бізге? Неге? Сен Алланы кісің. Сені әрбір жаңағы білімсіз іліп кете бермейді сізді. Наданмен надан болу деген мүмкін емес. Пайғамбарымыздың тәлім тәрбиесінде Алла тағала соны үйретіп отыр. Егер наданмен надан болсаң, сен Алланың тәрбиесіндегі адам емессің. Әйтеуір түбінде сен таухид құтқарады тозақтан, Аллаға серік қоспағандықтан. Бірақ проблемалар бар, тозаққа түсіріп кетуі мүмкін да. Көрдіңіз ба? Міне сондықтан Алла тағала жаңағы ширк мәселесін дұрыстап түсіндіріп алғаннан кейін, адам құтылдым деп, мен енді мүсінге табынбаймын, басқа осындай деген жаңағыдай не болып кетпес үшін, Алла тағала келесі құралды ұстатып жатыр пайғамбарымыздың қолына. Хузил афуа дейді, міне. Кешірімділік қасиетін ұста дейді. Кешірімділікті ұстам дейді пайғамбар. Афу деген нәрсе, құрметті жамағат, мына кешірімділікпен қарау деген мағынаны береді. Мысалы, кешіру деген нәрсе бар. Айырмашылығы, мысалы, сізге біреу зиян жасап қойған кезде, сіз ренжідіңіз, сосын кешіре алмай тұрдыңыз. Сосын сізге келіп, жаңағы мысалы айтайық, біреу кешіре сал, пайғамбарымыз кешір деген сөзді айтып, соны әйтеуір сіз кешірдіңіз. Яғни бұл сіз кешірдіңіз. Ал кешірімділікпен қарау, афу деген нәрсе, сіз ренжіп үлгермейсіз оған. Сіз наданмен надан болмайсыз. Сізді жаңа атала нажатты бұзып жатыр ғой, өзің деген нәрседен тазартып жатыр. Көбінесе неге кешірмей қаласың кейде? Неге кідіріп қаласың кешір дегенде? Неге бер дегенде бермей қаласың? Неге кідіріп өткен? Сен ауырсың. Ауыр, сенде мен деген ұғым бар мына жақта. Мен деген ұғым, өзіңді сүю деген ұғым сені ауыр қылады. Ауыр адам тәрбиеге келмейді. Тәрбиелей алмайсың оны. Түсінсіз бе? Ауыр. Ал мынау әл-ғафу дегенді сахабалар түсіндіреді. Бұл жеңіл адам дейді. Көрдіңіз бе? Кешірдім болды деген нәрсе. Сонда ғафу деген нәрсенің өзі Алла тағаланың есімімен байланысты бол. Алла тағаланың 99 есімдерінің бірі әл-ғафир болса, мысалы, кешіруші, әл-ғафур, мысалы, көп кешіруші, ғаффар, өте кешірімді. Сол секілді әл-ғафу деген есім бар, ғафу етуші, елемеуші, кешірімділікпен қараушы, жазаға бұйырмаушы, шап бермеуші, бәрі кіреді осы жерге. Сол нәрседе сол нәрсені бізге бұйырып жатыр. Меккелік кезеңдегі түскен аяттар ғой. Меккелік кезеңде Құрайыштар көп ренжітті пайғамбарымызды, сахабаларды. Өте қиыншылықтар болды да. Сонда Алла тағала осы тәрбиеге мынандай нәрсе үкімді түсірді. Куффу айдиякум ва ақимус сола ва атуз зака. Қолдарыңды тыйыңдар деді. Көрме? Мұсылмандарда құдірет бар. Ол ана өзін ұрып жіберген адамды ұрып жібереміз, ұрып жібере алады. Итеріп жібергенді итеріп жібереміз, итеріп жібере алады. Ол мүмкін ана мүшірік бір итерсе бұл, оны итере алады да. Бұда құдірет бар. Сондықтан құдіретіңді, келіп тұрған құдіретіңді Алла үшін қолданбайсың. Неге? Өйткені ол айтты. Ол айтты, куффу айдиякум деді. Тый, қолдарында тыйыңдар деді. Вақимус сола, намазды дұрыс оқып, Алламен байланысуды дұрыс үйреніп ал деді. Жүрегің жөнде деді. Әлі келеді саған басыңа сынақтар, әлі көреміз, сен емтиханнан өткіземіз біз әлі. Батырлығыңды да сынаймыз деп отыр ғой Мединада. Сондай нәрселер болады өмірде. Өйткені дәл сол кезде қолдарында тыйыңдар деген кезде қалай тиеміз деп қалған адамдарды Алла тағала Мединада көп ұзатпай бәленбай жылдан кейін соғыс парыз етіліп аяттар түскен кезде, сол кезде қалай нетеміз деген адамдар сол күні қорқып кетті ғой дейді. Мен сол күнге дейін үндемедім дейді. Әрең тоқтатып алғанбыз дейді кейбір адамдарды.
батыр болғандықтан дегендей. Бірақ Мединаға келген кезде, Бәдір шайқасы парыз болған кезде, Раббана лима катабта алейнал қитал, Раббымыз неге бізге соғысты жазып қойдың? Лаула ахартана иля ажалин қариб, кішкене кешіктіре тұрғаныңда ғой. Мына біз дайындалып алу керек еді, мынаны салып алу керек еді, мынаны бүйтіп алу керек еді деген сөздерді айтып кеттіңдер дейді. Соқтан Алла Тағала о бастан Алланың тәрбиесі ең дұрыс. Өзіңді ақтама, дәлелдеме, көрсетпе өзіңді. Сіз ба? Батырмын деген нәрселер керек жоқ. Сен Алла білсе болды сіздің жүрегіңізде Алладан басқа ешкім қорықпайтыныңызды. Басқа кімге дәлелдеп керексің ол? Не дәлелдемекшісің сен? Ол жаңағы көзбояушылық нәрсе болып қалады ғой. Көрдіңіз бе? Сондықтан Алла Тағала бұл жерде жаңағы қолдарың тыйыңдар деді, міне. Енді ойлаңыз, пайғамбарымыз салсам ешкімден қорықпайды ол. Бірақ Раббысы тый деді. Мен білем дейді не айтып жатқанымды. Жақын 10 жылға осы дейді сенің әрекетің. Сен намазың түзейсің, жаныңды тазартасың, біз аяттар түсіреміз, ақыретті жүрегіңе шегелейміз, жәннатты шегелейміз, түпкі мақсатың Алла деген нәрселер. Ана Анғам сүресіндегідей, инна солати, құл, ей пайғамбар айт дейді адамдарға, сөзсіз менің намазым, ва нусуки, менің шалып атқан құрбандығым, ва махияя, менің өмірім толық. Ва мамати, менің тіпті өлетін сәтімнің өз өлімім лиллахи роббил аламин, әлемдердің Раббысына ғана арналған дейді. Қараңыз қандай керемет ұранды үйретіп жатыр да. Ва бизалика умирту ла шарика лаху. Бұл істерде дейді серігі жоқ дейді Алланың менің жүрегімде. Осылай бұйырылғанмын дейді мен. Ва ауалул муслимин, осылай өз үмбетімде ең әуелгі осындай дәрежедегі мұсылман болып тұрған менмін дейді. Көрдіңіз ғой, бойұсынудың несін. Сондықтан мынау тәрбие. Мысалы Тағала айтты да, хузил афуа. Кеше сен көрдің, кешегі аяттарда айтылды. Мүсінге табынып атқан адам, ол мүсінге барып мынаған болмайды десең, ол бәрібір түсінбейді. Енді бұндай түсінбейтін соқырнандағы адам әбден нұрға қарай шыққанға дейін, ол надандық болғаннан кейін ойда, білімсіздік болғаннан кейін одан неше түрлі сөздер кетіп қалады сізге. Одан неше түрлі әрекет те кетіп қалуы мүмкін сізге. Бүгінде де адамдар, мысалы біреуде жаңағыдай көп нелер болуы мүмкін, бір дүниетану ғылымдарын мықты меңгерген болуы мүмкін ол. Ол да костюм шалбарда жүруі мүмкін, тағы да басқа нәрсе. Бірақ ол ақиқатты тани бермегеннен кейін сізге тілмен, ісімен зиян жасап жүруі мүмкін да. Сол тілмен, іспен зиян жасалып жатқан кезде, оның мінезінен сізге жамандық келіп жатыр, сөзінен. Сонда қараңыз, ол хузил ғафуа дейді, ғафу ете сал дейді оны. Оңай бола сал дейді. Яғни ғұламалардың түсіндіруінше, жаңағы хақыңа тиісіп жатыр ғой сенің. Хақыңнан сөз сал, бере сал дейді. Ондай нәрсені, қараңыз қандай нәрсені үйретіп жатыр. Хақыңнан сөз ал деген нәрсені өзіңіз ойлаңыз. Сол пайғамбарымыз салсам, Қағбаның қасында сәждеде жаңағы намазда сәждеде жатыр. Абу Жахал келіп үстіне ана түйенің шек қарындары сойылған түйенің шек қарының үстіне келіп бүйтіп төгіп, мысалы үстіне тастатып жатыр. Пайғамбарымыз жатыр. Надан мен надан болмайды. Ол нұр келген адам жерде жатқан қазір. Бұл әлемдердің Раббысының тәрбиесіндегі пайғамбар салсы. Амыналар, түк білмейтіндер олар. Кеп жаңағы жуындың үстіне салып жатыр, мысалы шек қарынды.